Бүгінгі видеода біз 5600-ді 8-ге бөлгенде қанша шығатынын тауып көрейік. Сен бұл есепті жалпы 5600 бөлу 8 секілді ұзақ жолмен шығарып кетуің әбден мүмкін. Бірақ біз бүгін үйренетін тәсіл осы есепті тіпті қағаз қолданбай шығаруға мүмкіндік береді. Бұл есепті жалпы шығару үшін керекті ең басты нәрсе біз осы санда, яғни 5600-де 2 0 бар екенін байқау. Яғни жалпы біздегі берілген 5600-ді біз 56 көбейтілген 100 деп жіктеп алуымыз керек. 56 көбейтілген 100. Ал енді біз осы көбейтіндіні бөлеміз 8-ге. Ал енді біз 5600 дегеннің орнына 56 көбейтілген 100 бөлінген 8 деп жазып алдық. Енді біз бұл жерге біздегі 56-мыз бұл жоғарыдағы 56-ға сәйкес келеді, ал 100 деген екінші бөлігіміз бұл жерде 2 0 болғандықтан біздегі 5600-да да соңында 2 0 бар. Сол себепті 5600-ді біз 56 көбейтілген 100 деп жіктеп алсақ болады. Ал енді осы көбейтіндіні біз 8-ге бөлу үшін ең алдымен біз 56-ны 8-ге бөліп 100-ге көбейтейік. Яғни бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз бізде тең болады 56 бөлінген 8 жақша қойып қояйық көбейтілген 100. Неге бұлай жасадық? Себебі бізде ең алдымен 56 көбейтілген 100-ді 8-ге бөлгенше біз 56-ны ең алдымен 8-ге бөліп алайық. Себебі көбейту кестесінен білетініміздей, жеті жердегі 8-іміз 56 болғандықтан біздегі бұл жерде болады бізде жауап 7. Ал енді бізде қалғаны, яғни 7-ні 100-ге көбейте салу. Ал 7-ні 100-ге көбейтсек, біз білеміз, бұл бізде болады 700. Бәрекелді. Яғни біз бұл жерде не істедік? Біз бұл жерде санды бірінші көбейткіштерге жіктеп алдық. Біздің мысалымызда 5600-ді 56 көбейтілген 100 дедік. Бұны басқаша 56 жүздік деп те атайды. 8-ге бөлген уақытта біз ең алдымен бөлінетін 56-ны бірінші 8-ге қалай бөлу керек екенін білетіндіктен 56 бөлу 8 деп жақшаға арнайы жазып алдық. Одан кейін осы бөліндіні 100-ге көбейттік. Сол кезде бізде шықты 700. Ал енді тағы да бір мысалды қарастырып көрелік. Бізде мәселен 846 берілсе, 846 осыны 2-ге бөлу керек. Қалай бөлеміз? Біз яғни алдыңғы есептегендей ең бірінші 846-ны енді көбейткіштерге жіктеуге де болады. Немесе 846-ны 100-дігін ажыратып, қоған 10-дығын ажыратып, одан соң бірлігін ажыратып, барлығын қоссақ, бізде шығады 846. Яғни бұл дегеніміз тең болады. Бізде 800 қосылған бізде 40 қосылған бірлігін жазамыз, бізде бұл 6-ға тең. Жақша қойық. Ақ түспен бөлінген 2. Ал енді бұл жерде 846-ны 2-ге бөлу дегеніміз бұл 800 қосылған 40 қосылған 6-ны 2-ге бөлу дегенмен бірдей. Үстінен басып кетпейтіндей сызып көрелік. Қоршадық. Яғни бұл дегеніміз 846-ны 2-ге бөлу деген сөз, ол 800 қосылған 40 қосылған 6-ны 2-ге бөлу деген сөзбен бірдей болады. Енді біз көбейту тақырыбын өткен кезде
үлестіримділік қасиетін пайдаланғанбыз. Яғни біз мысалға мына жерде бөлуіміз көбейту болғанда біз жекеленген осы 846-ны 2-ге жеке-жеке көбейтіп барлығын қосатын едік. Дәл сондай амалды біз бөлуге де пайдалана аламыз. Бұл дегеніміз бізде 800 бөлу 2 қосылған бізде болады 40 бөлу 2 40 бөлу 2 қосылған бізде 6 бөлу 2. Ақ түспен жазайық. Яғни қосылған бізде болады 6 бөлінген 2. Жақша қойып шығайық. Яғни 800 бөлінген 2 бізде болады 40 бөлінген 2. Және де соңғысы бізде 6 бөлінген 2. Жақшаны дұрыстап салсақ 6 бөлінген 2. Ал енді бізде 800-ді 2-ге бөлетін болсақ, тең болады. 800 бөлу 2 бізде шығады 400. 40 бөлу 2 бізде шығады 20. Және де 6-ны 2-ге бөлсек, біз білеміз бұл 3-ке тең. Ал енді осы бөлімдердің жауабы бізде болады осы 3 санды бір-біріне қосу. Яғни бізде болады 423. 423. Ал енді бұл жерде бір қызық заңдылықты байқасақ, біз не жасадық бұл жерде? Бұл жерде 846-ны біз жүздіктерін, ондықтарын, бірліктерін ажыратып, әрқайсысын жеке-жеке 2-ге бөлдік. Ал оның орнына, мысалға, мен бұл жерде көп қадамдарды жұмсадым, осы есепті шығаруға, бірақ былай да ойласақ болады. Мысалға 846-дағы 8 жүздікті 2-ге бөлсек менде 4 жүздік шығады. Ондықтардың орында тұрған 4, яғни 4 ондықты 2-ге бөлсем менде 2 ондық шығады. Ал бірліктердің орында тұрған 6-ны 2-ге бөлсем менде 3 бірлік шығады. Ал енді жауабы дегеніміз бізде, яғни 8-ді 2-ге бөлсек 4 жүздік, 4 ондықты 2-ге бөлсем 2 ондық, 6 бірлікті 2-ге бөлсем 3 бірлік. Жауап 423. Ал енді тағы бір мысалымызды қарастырып көрелік. Бұл тәсілдің керемет екенін тағы бір байқап қаралық. Енді кезекте бізде 963 бөлінген мысалға 9 болсын. Ал енді бұл санды бөлу үшін жоғарыдағы тәсілді қолданатын болсақ, бізде ең алдымен ойланайық. 9-ға бөлінетін біз сандарға жіктеп алсақ. Мысалы, 963-те 900-ді біз қалай 9-ға бөлу керек екенін білеміз. Яғни бұл дегеніміз тең болады. Біз жүздіктерге жіктеген кезде 900 қосылған. Ал енді біз 63 саны бұл 9-дың еселігі екенін білеміз. Яғни 7 жердегі 9 63 болғандықтан 63 ол 9-ға бөлінеді. Сол себепті 63-ті де бөлек жазып аламыз. 63 жақшаны жабамыз, бөлеміз 9-ға. Ал енді жоғарыдағы мысалымыздай біз бөлек ең алдымен 900-ді бөліп аламыз 9-ға. Оған қосамыз 63-ті бөлеміз 9-ға. Жақшаларымызды ұмытпасақ. Ал енді 900-ді 9-ға бөлсек, яғни 9 жүздікті 9 бірлікке бөлсек, бізде шығады, яғни 100, яғни 1 жүздік. Оған қоссақ, бізде 63-ті 9-ға бөлсек, біз көбейту кестесін білетіндіктей, 7 жердегі 9 63, яғни 63-ті 9-ға бөлсек, бұл бірдей түспен жазайық, 63-ті 9-ға бөлсек, бұл бізде болады 7. Ал енді осы екеуін қосатын болсақ, 100 қосылған 7 бізде болады 107.
Сонда бізде 963-ті 9-ға бөлгенде 107 шығып тұр. Ал енді біз бұл тәсілге көп есептер шығарып жаттыққан сайын, біз бұны бірден түсетін боламыз. Мысалға, бұл жерде 963 бөлінген 9, біз айтатын боламыз 900-ге жету үшін 100 рет, яғни 9-ды 100-ге көбейту керек, 900-ді алу үшін, яғни бізде шықты 100, ал 63-ке жету үшін 9-ды біз 7-ге көбейту керекпіз. Яғни көбейту кестесін дегенде бізде мысалға 900-ге жету үшін 100-ге көбейтуіміз керек, ал бізде 63-ке жету үшін біз 9-ды 7-ге көбейту керекпіз. Яғни 7 жердегі 9-ым 63, 9 жердегі 100-ым бұл 900. Ал енді бұл тәсіліміз өте тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Себебі қарап отырсақ, мысалға ең маңызды есептеулерді, мәселен қаржы санауда немесе дәмханадағы шот есептегенде осы жолды қолданып бөле алу жалпы өте керек болатын нәрсе. Және қайта-қайта жаттығатын болсақ, тіпті қағазды да қажет етпейтін боламыз.